Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына KZ каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі ертегін тыңдамас бұрын каналға тіркеліп алыңыздар. Ендеше ертегімізді бастайық. Біз бүгін Қыпша ертегісінің 3-ші бөлімін тыңдайтын боламыз. Ендеше құлақ түріңіздер. Мен жалғыз қалып, бар дүниемнен айырылған соң, кімге сиямын деп сол дүниелігімнен бірдеме тиер ме екен деп қайыршының киімін киіп, осы қалаға келіп, жалбызбалап жүріп, бір адаммен жалғасып, қарақшыларды тауып, дүниелігімді тегізіп берсе, жалғасқан адамға теген дүние мүліктің тең жарымын беретін болып, сол кісінің амал күш қайратымен ұрланған заттарымның жарымға жуығын тегізген едім. Теген дүниеліктің өзіме тиістілерін жерге көміп қойып, алды теген соң қалғанын да тегізіп алармын деп тоқтап жүр едім. Ол көмген заттарымның көпшілігі шірімейтін алтын, гауһар сияқты асылдар. Ал енді өзі өлсе де, өз көзім жұмылғанша ең болмаса киген киімі көз алдымда тұрсыншы, деп жалғызымның бір бағалы ішігін өзім алып едім. Жылаған себебім, біріншіден арманда, кісіден өлген жалғызым есіме түсті. Екіншіден, көз алдымда тұрса деген ішік шіріп қалады-ау, жалғызымның көзін Құдай оңына келтіріп, қолыма тигізгенде қайтадан айырылатын болдым ба деп ренжіп отырмын. Мен жалғызым мен үстіндегі киімі үшін ғана жыламасам, дүниесі құрғыр үшін жыламаймын, қарағым. Дүние деген осы үйде жетерлік екен ғой. Енді өзімнен тумасаңдар да туғандай болған сіздерге болмаса, шынында шырағым маған енді дүниенің не керегі бар? Сендер аман болсаңдар, енді ештеңеге мұқтаж болмасыма көзім жетті, шырағым. Егер сіздерге керек қой демесеңіздер, өзім көтергенімше жарым-жартылай алып келейін. Сіздерге керек болмаса шірігені шіріп жата берсін. Енді дүниесі құрғырға қызығып та отырғаным жоқ, деп монтансыды. Сонда Қыпша, осы кемпірдің менің еріме айтқаны шын болды-ау. Ойлап қарағанда еріме бастапқы айтқан сөзі осы екен ғой. Мұның шіріп кететін баласының киімін шірттіргенім тіпті обал болар. Мұны баласының киіміне жіберейін, деп ойға келді. Қыпша, шеше, ол балаңыздың киімін қойған жер жақын ба еді, алыста ма? Деп сұрайды. Мыстан, ойбай қарағым, осы қаланың ішінде адам көрмейтін бір оңаша жерге тығып едім. Оны қалайша сұрадың, шырағым, деп қояды. Қыпша, баламның киімін көріп отыра алмайтын болдым-ау деп жылаған соң, ешкімге көрінбей алып келсе болар мекен деп сұрап отырмын, дейді. Мыстан, ондай ойласаң тіпті Құдай тілеуіңді берсін. Ана дүниесі құрғырдан да жалғыздың киімі ғой өте маған қажеттісі. Сөйтсе де дүниесі құрғырды да өздігінен табылмайды ғой. Бір күнде еңбек қылып, жинаған дүниелік бекер жер астында қалмасын. Менде ол толып жатқан дүниеліктің қаншасын көтеруге шама болсын. Сондай болса өзімнің шамама қарай көтергенімше ала келейін, дейді. Қыпша, жарайды шеше, тезірек қайтыңыз, және ешкімге көрінбей келіңіз, дейді. Мыстан кемпір, болды балам, деп қақпадан шығып алып, қуанышы қойнына сыймай жүгіре басып, патшаның ордасына келіп. Тақсыр, ғашығыңызды таптым, періме десем адамзат екен. Ақылын таптым, өзін әзер алып келемін. Маған бір бағалы гауһар даяр етіңіз, депті. Патша өте қатты қуанып барлығын даяр қылады. Мыстан бір асыл ішігінен өзі көтергенше гауһарды арқалап, дедек қағып Қыпшаға жетіп келеді. Мыстан, балам,
Жалғызымның бір көзін әкелдім. Мұнымен қосып гауһар ділдалардың біразырағын көтергенімше әкелдім. Менің енді кәрі қойдың жасындай ғана жасым қалды. Жаным балам, өздеріңнің дүниелерің ғой. Далада қалғанша қалғанын түгел жеткізіп алсақ қайтеді, дейді. Қыпша бұл мыстанға әбден сеніп, оларыңыз жақындама деп сұрайды. Мыстан: қарағым-ау, қашық емес демедім бе? Оңаша бір бақтың ішінде. Балам, бетіңе пердеңді жауып ал да, өзіңе Құдайымның берген шырайы бар емес пе? Нами-харамдар жүзіңді байқамасын. Менен жассың, қайратың бар ғой. Екеуміздің бір рет көтеріп келгенімізбен қала қоймас. Егер де түгел көтере алмасам, қалғаны көп болса, менің бір барып әкелгенімде қалар, дейді. Қыпша кемпірге күдіксіз сеніп, ішінен мұның алтын гауһарларының жер астында қалғаны болмас деп ойланып, жүрсеңіз жүріңіз деп кемпірге ілесіп көшеге шығады. Патшаның жеке бір қалың бағы болған екен. Кемпір Қыпшаны сол баққа ертіп келеді. Бұларды асығып күтіп тұрған патша жендеттері сөзге келтірмей патшаның ордасына алып келеді. Қыпша бармағын шайнап, шарасыздан патшаның ордасында еріксіз қолға түседі. Патша Қыпшаны көрген соң бүтіндей есінен айырылып: мен сізге көрмей, жан діліммен ғашық болып алғыздым. Әзірден бастап менің адамымсың деп мақсатын орындамақшы болады. Сонда Қыпша: сіз де, біз де мұсылманбыз. Мұсылман шариғатында бір әйел ерінен шықса 3 ай 10 күн мүдеті болатынын әділ патша өзіңіз жақсы білесіз. Мен ері бар адаммын. Ерім болса да, ендігі өмірім сіз сияқты атақты патшаға тура келген соң, мен сізге ризамын. Бірақ та менің тілегім, келешегіміз қайырлы болуы үшін шариғат үкіміне бой ұсынып, асығыстық шайтан ісі деген. Шариғат үкімі біткенше екі жағымыз да сабыр етелік, депті. Патша 3 ай 10 күнді өте қашықсынып: ойбай, оныңыз тым ұзақ қой. Сіз шын тілесеңіз 1 ай 10 күнге тоқталық, деп 40 күнге тоқтайды. Қыпша берік сарайда, қамауда еріксіз қала береді. Құрметті оқырмандар, біздің бүгінгі Қыпша ертегісінің 3-ші бөлімі осымен тәмамдалды. Ертегінің келесі бөлімін жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.